Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше жолмен жасалынатын, әрі ұзақ уақытта да талап етпейтін, өте дәмді болып шығатын самсаның рецептімен бөлісемін. Видеоны көрмес бұрын астыдағы тұрған подписаться батырмасын басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Себебі арнамда күн сайын жаңа әрі пайдалы рецепттермен бөлісіп отырамын. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды сәттерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен біз самсаның қамырын дайындап аламыз. Ол үшін електен өтіп дайын тұрған ұнның үстінен 1 шай қасық қамыр қопсытқыш және 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап бір араластырып аламыз. Одан кейін ұнымыздың үстінен майлылығы 60%-дан жоғары сары майды алып, үккіштің үлкен көзінен өткізіп шығамыз. Сары майды ұнға ауната отырып, барлығын дерлік үккіштен өткізіп алдым. Енді қолымыздың көмегімен бір араластырып жіберіп, одан соң үстінен бөлме температурасындағы тұрған жылы қаймақты қосып, барлығын біркелкі етіп араластырып, тесто жасайтын боламыз. Егер қаймақ болмаған жағдайда орнына бөлме температурасындағы тұрған майонезді де қоссақ болады. Барлығын дерлік қолымыздың көмегімен араластырып, орташа тығыздықтағы қамыр илеп шығаруымыз керек. Басында қамырымыз сондай қатты болып көрінуі мүмкін, бірақ осылай илей келе қамырымыздың басы бірігіп, бізде песочный тесто дайын болып шығады. Мен соңында қамырымды үстелдің үстіне қойып, екі қолымның көмегімен жақсылап илеп алдым. Қамырдың басының бірігуіне шамамен 15 минуттай уақыт кетті. Бізде осылайша қатты емес, тым жұмсақ емес, орташа тығыздықтағы қамыр иленіп шықты. Енді целлофанға салып, тоңазытқышқа жарты сағат уақытқа қоя тұрамыз. Осы арада ішіне салатын салмасын дайындай бастаймыз. Мен сиырдың тартылған етінен жасадым. Үстінен орташа көлемдегі 1 бас пиязды ұсақ етіп турап қостым, және дәміне қарай қара бұрыш, тұз және зира қосып, жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып аламыз. Салмасын еттен жасау міндетті емес, өзіңізге қалаған көкөністерден жасай берсеңіздер де болады. Асқабақтан немесе картоптан жасасаңыздар да өте ерекше болып шығады. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Жарты сағаттан соң тоңазытқыштағы тұрған тестамызды алып, қолымыздың көмегімен үстелдің үстіне қойып бір илеп аламыз да, өзімізге ыңғайлы бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Мен қамырымды осылайша теңдей 3 бөлікке бөліп алдым. Енді қамырды өзіме кесуге ыңғайлап, колбаска тәріздес етіп, осылай дөңгелектеп алдым. Жаюға ыңғайлы болу үшін ұсақ етіп майда бөліктерге барлығын бөліп дайындап алдым. Бұл самсаның ерекшелігі осында, тестосы өте тез дайын болады. Басқа самсалар сияқты қамырымызды жайып, майлап, қайтып орап, қайта-қайта олай жайып отыруды қажет етпейді. Тез дайын болатын тесто. Бөліктерге бөліп болғаннан кейін қолымыздың көмегімен барлығын дерлік осылай дөңгелектеп шығамыз. Енді дайын болған қамырды тоңазытқышқа 15-20 минут уақыт қоя тұрдым. Дайын болған тестаны үстеліміздің үстіне кішкене ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырымызды барынша жұқа етіп жаюымыз керек, және бір жақ шетін кішкене пышақтың көмегімен осылай кесіп аламыз да, салмамызды салып, видеодағыдай орап шығамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір түйілу әдісін көрсетемін. Сондай-ақ менің арнамда ерекше әдіспен жасалған бірнеше самсаның рецепттері бар. Оны қазір видеоның соңында экранға сілтемесін қоямын. Үстін басып, ашып қарай берсеңіздер болады. Осылайша самсамыздың барлығын түйіп дайындап алдық. Енді жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып жіберіп, үстінен жақсылап жағып шығатын боламыз. Бетіне сәндік үшін кез келген дәнді сепсеңіздер болады. Мен кунжутты пайдаландым. Осылайша дайын болған самсамызды енді 180 градуста ысып тұрған пеште 40 минут пісіріп аламыз.
Міне тюльпан самсасы пісіп толығымен дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып пісіп шықты және арасы да толығымен піскен. Тестамыздың сырты қытырлақ, іші өте жұмсақ болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Басқа да самсаның түрлерін көргіңіз келсе, экранды басып көре берсеңіздер болады.